Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қадірменді қонақтар, құрметті құдағайлар, қош келдіңіздер. Бүгін той деп, қуаныш деп, осы балалардың тілеуін тілеп, жан-жақтан келіп жатса, келген адамдарға Алланың нұры жаусын. Біз қазақ батамен күнді батырып, батамен түнді батырып, аумин деп қол жайған мұсылманбыз. Ең алдымен ағада сырқамызға, қанат ағамыздан аумин деген ақ бата болсын. Аумин ағайын. Құдалық мың жылдық болсын. Ендігі жылы шілдехана осы жерге жинала береді. Шайдар тағамдан алыңыздар. Біз қазақ құдасын құдайындай сыйлаған еліміз ғой, қай кезде болса да. Біз қазақтар ғана айтамыз, осы құдасын құдайындай сыйлаған еліміз. Осындай үлкен тойдың алдында құдаларымызды осындай бір киелі шаңыраққа кіргізіп, тойға дейін бір жақсы отырыс болсын, жақсылап бір демалайық, жақсылап бір танысайық, жақсы бір демалыс болсын деген ниетімізбен осындай құдалық шай берсін. Артасынан жайып өткен жайымыз. Той деген әйтеуір өтеді деген ғой, армысың ата әже қариялар, елімнің шежіресі аудариялар. Армысың аға жеңгей белестерім, өзіңсің маған берер кеңестерім. Армысың құрбы құрдас жолдастарым, өзіңмен бірге ойнаған құрдастарым. Осындай достарымның тойларындай, өзімше осылай бір ән бастадым. Атасы жақсы қандайдай, перзент қамын ойдайдай, перзентім адам болсын деп, қылығын ау қоймайдай. Анасы жақсы қандайдай, қамқорлығы таудайдай, қалқам деп шықсаң алдыңнан, кеудеңде қайғы қалмайдай. Ағасы жақсы қандайда, алдыңда асқар таудайда, сүйенгенде сүйеніш құлағандау қолдайды. Інісі жақсы қандайдай, айтқан бір тілді алғайдай, ақылменен іс істеп, бетіңе күйе салмайдай. Қарындас деген мейман дос, сірәда қапы қалмайдай, қиындық түссе басыңа, туысқан қамын ойлайдай. Жеңгесі жақсы қандайда, шаршап бір келсең жұмыстан, басыңнан сипап алдайдай. Келіп тұрса ашуы айналайын бір жас деп, басыңнан сипап алдайдай. Ағайын деген қандайдай, туысқандығы қалмайдай, жездесі жақсы қандайдай, әкеден кемі болмайдай. Ағасы жақсы қандайдай, үзілген жерді жалғайдай, жиені жақсы қандайдай, өліп бір жеген қандайдай. Осының бәрі бар болса, есенде аман сау болса, айналайын жақсылар бағда өлет келіп, басыңа өз оралып қонбайма. Игигай, 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 игигай. Таныспай қалатын біз байғұс тамадалар ғой енді. Бірақ мен де біреудің баласының бағып жүрген. Менің де әке-шешем бар. Атым Ердос, әкем аты Әбубәкір. Мен де мына елдің баласы сияқты радомда туылған, мен де солай шығарған. Көп құсады танымай, мен де бір өскен елденмін. Ұлы жүзден тараған, суаннан туған пендемін. Жетісудың топырағы ұйылған, Жетісудың жер жараты Жазиралы Жаркент деген жерденмін. Бүгінгі осы қуаныштарыңызға жыр шашымды алып келгенмін. Біз енді асаба деген өзі тек қана той тілеп жүрген халықпыз ғой. Біз күндіз түн той тілеп жатамыз. Құдай бір той бер, екі той бер. Баяғыда жаңадан тамада болып жүрген кезде айына бір той сұрайтынбыз. Құдай бір той берші айына. Шығып келейік жаңадан тамада болып жүрген кезде. Содан әйтеуір Алла тағала тілегімізді қабыл етіп айына бір той беретін болды. Содан дәмін татқаннан кейін Құдайдан екі той сұрайтын болдық айына. Құдай бір екі той бер. Сонымен аптасына бір той сұрайтын болдық бір күнде жазып. Сөйтіп күніге бір той сұрайтын болдық қой. Күніге бір той берші Құдай. Содан құныға бастадық па, күніге екі той сұрайтын болдық. Обедте бір той, кешке бір той. Бірақ енді Алла тағала шынымен беріп отыр ма? Біз өз қазақ деген шынымен тек қана той деп қана шап қойған еліміз. Қарап отырсақ, сонау осы Қазақстанның қай түкпірін алма, әйтеуір тойға кетіп бара жатқан қазақпыз ғой. Қайда кетіп барасың, тойға кетіп барасың, қайда кетіп барасың, тойға кетіп барасың. Мына бүгінде мінекей той деп, қуаныш деп келіп жатсыздар. Алла тағала осындай еліміз аман, жұртымыз тыныштық. Жетегін еріп шалғаннан қалаға жедел жетіппіз, артынан қуып арманның ауылдан шығып кетіппіз.
баспаным Араlasam da jerde Atozgan avuldastarim Sağınıp жүрмін сендерді Arayın tөгіп баспаным Араlasam da jerde Atozgan avuldastarim Sağınıp жүрмін сендерді Қонатын гүлдің бетіндей Түнгі аспанымдай сағындым Түнейтін соның шетінен Құрдастарымдай сағындым Жусаны жұпар ауылмен Көшемнің шаңын сағындым Ағайын туыс бауырмен Шешемнің шайын сағындым Жусаны жұпар ауылмен Көшемнің шаңын сағындым Ағайын туыс бауырмен Шешемнің шайын сағындым Қалаумен тауып берем бір қарап отырсақ бақыттай балаларыңызға меріп өткей өзің сүйгені жан-жар табылып бақытты болып жатты. Бұл өмірде өзіңнің бүйір ғана еліңді аласың дейді ғой енді. Бәріміз бұйыртып алдық қой әйтеуір. Отбасы болдық. Мына бір үйленетін бала досына келіп айтты дейді, досым, үйленейін деп ана қыздап келем, мама ұнамайды. Үйленейін деп мына қыздап келем, мама ұнамайды. Үйленейін деп ана қыздап келем, мама ұнамайды деп. Сөйтсе досы айтты, досым мен сен бір мамаң сияқты. Бір мамаңа ұқсайтын бір жақсы бір әйел алмайсың ба десе, ондай әйел папам ұнамайды деп. Ауылдың мұң сатты Күйбең тірліктің түрбең шулары шаршатты Ауылға барам бәрі де туыс ел жақта Аңқылдайды олар қарамайды олар бар жоққа Ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа Ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам Сүйеніп тұрып анам сүйенген шарбаққа Жол жүрем бүгін бармасам елге болмайды Тынысымдасам тіреймін елге маңдайды Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске Кез көргендерде азайып қапты солғайды Өсіп өнген, тәрбиелі, тәртіпті, бақытты болсын екі жас. Дастарханыңыз мол болып, әрқашанда бұдан да жақсы болып жайыла берсін, сіз өзіміз арта берсін. Сол үшін алып қойыңыздар. Алып қойыңыз енді. Байқалмайды уақыт Бұл не деген қуаныш Бұл не деген бақыт Бара жатыр зымырап Байқалмайды уақыт Бұл не деген қуаныш Бұл не деген бақыт Нұр жауып тұрған көктемдей Гүлтері барсаң бөктерге Қоңыраулатқан аспанды Найзағай шаншып өткенде Есіңе мен алғайсың Қоңыраулатқан аспанды Найзағай шаншып өткенде Есіңе мен алғайсың Балауса қыз едің бір кезде Шашың ақпай тек байлаған Өзгеріп кетіпсің бұл күнде Көркіңе көз тастап ойлаған Нұрлы бейнең
gezip Torkalı tuğan жердің gülümдерсе Өзіңмен арыстан ойында таныстым Жайнаған гүлдей құрбым сен жағада тұрдың сен жаз еді күлкімдей қайнасың бұл күндей сен іздеп арманым сыр бойын шарларым сен іздеп арманым сыр бойын шарларым аңсаған бақытым сияқтанып айтуым келеді қияқтанып жол жақын қараймын сен жоқсың араймын бәрі алақан жайып сіз біз естіп жүре берейік есіктің жағында сіз біз ата емес құда жер ағайын туысқан былай ал сыртқа шақырып той жазып келеңіз Мына енді қарап отырсақ, Аллаға шүкір әнімізді айтып, биімізді билеп, уайымай жоқ той тойлап отқан еліміз ғой. Осындай күніміз көп болсын. Тыныш жатқан еліміз бар, кең байтақ жеріміз бар. Ауылдан ауылға, қаладан қалаға тек қана той деп, қуаныш деп қана сақтап жүрген елдеріміз. Қарап отырсақ, біз қазақ ешқашан тойдан қалмаймыз ғой дейді. Біреуден 10 теңге қарыз алсақ та тойға барамыз. Сондықтан да шығар пейілімізге Алла тағала берген шығар. Той деген өзі бұл қазақтың маңдайына өткен бағы ғой. Біз қарап отырсақ, біздің ата-бабамыз бұл жоқ заманда да өмір сүріп, бұл жоқ заманда той тойлап, әудеп ән салып, той тойлатқан ел ғой. Қазір әйтеуір Аллаға шүкір жағдайымыз жақсы. Мына бұрынғы күнімізбен қазіргі күніміз салыстырсақ, қазір бәрі бар ғой, жағдайымыз бәрі бар. Баяғы тойларымыз палаткіде болатын. Ол тойларда көрдіңіздер, болдыңыздар. Кілемдер делетіңіз. Мақтамен жас қой. Мақтамен жазатыңыз. Қазір ондай заман жоқ. ертесінде бір той жасаған қызға бақылашын деп шақырып жатыр. Ой, аман есен той. Сол заман жақсы еді. Сол жақсы еді. Той жасайтын ертесінде үйіңден жоқ қой. Сол тойларда мынандай көп арақ шараптар болмайтын. Спиртті суға езіп жататын, беріп. Юпиді суға езіп берген тойлар болды. Инвайт суға езіп берген тойлар болды. Шынымен, қазір Аллаға шүкір неше күн сарай, неше күн шойхана, бірінен бір асап 1000 адамдық тойханалар салынып отыр. Аллаға шүкір жағдайымыздың бәрі бар. Баяғы сол тойлар, сол тойларымызда жақсы еді, қазір той өзінің өзі қонаққа баратын болдық қой тойханаға. Дайынға барамыз, қайтамыз болды. Бірақ енді Аллаға шүкір жаңада айтып жатырмыз ғой, баяғы аптаның соңғы күндерінде тойға баратын. Қазір аптаның қай күні болмаса әйтеуір той деп шақырып жүрген елміз. Осындай тойлы күндеріміз көп болсын. Ауыл той бөлек қой. Қазір рахаттан топыраққа аулап бір төбелесіп аласың. Жағдай мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран қалам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күнде, өмірде қалғаныз бар ақтағаннан. Көңілде қалғансыз бар өткен күнде, өмірде қалғаныз бар ақтағаннан. Жасырмай айтар болсам жан сырымды, қадырым қарауылға қамшырымды. Ерліктің қосқан аты деп білем мен, аяулы әлия мен мәншігімді.
Yıktım bozkanadı dep berim men Ayavlı eliyemin ben çıktım Süymegen sen azamat azamat Ұрпағым менен мақтанады, қайым мұсылман болса да. Мына баяғыда өмірден өтіп кетті нағашы жезі бөте әңгімешілік істеді. Сол кісі айтатын, бір қария менен бір жігіт жолаушылар болып, бір үйге құрай ойнап қойып барса, түнімен ұйықтатпақ бір шақалақ. Жылай берген. Сөйтсе жігіт ренжіп деп, мына біреу бәле не болды, ұйқы бермеді ғой бізге де. Сөйтсе шал айтады дейді жаңағы қасындағы қария. Әй, асықпа, бұл сенің болашақ жарың болады депті. Оның ойланады түнімен алып. Оғына бұлғанын бақтан шақалып. Бұл өсіп қашан бой жетем дегенше мен шал болып. Біз айтып өлем ғой деп. Көзім құртып кетейін қарап кеткенше деп тұрады. Ұйықтап атқанда пышақтап кетпеді нәрестені. Құтылдым дегенде. Ертерек үйленем деп кетеді ғой еліне жаңағы. Соның күндердің күнде үйленеді. Сол баяғы пышақтап кеткен шақалағы өзінің жары болыпты ғой. Мынау шыретіп бала дүниеге келгенде өзінің нәрсесі жазылады маңлайына пешенесі. Мынау қызымыз дүниеге келгенде осы құшақ еліне келін болып түсетін жазылған екен мынау. Не дейміз, бақытты болсын әрдайым. Мынау әр жерінде өзінің сыйымен деген өз сыйымен болсын. Біз өзі жаңағыда айтқанбыз, қазақ өзі аттан боласақ та салттан боламаған елміз. Біз қазаққа құда келді десе болды, біз шар байланған газель көрсек болды ғой, қуана алып жүреді. Екі тәтеміз арқанда алады, жүгіреді, барады, алдына барады, ой құданы қарсы аламыз. Билеп тұрып құдаларды үйге кіргіземіз, дастарханның бәрін жаямыз. Құда келді десе болды, бір қойды алып келеміз, батасын аламыз, қойды соямыз. Құдаға бас береміз, құдаға жамбас береміз. Бүткіл еттің бәрін құдаға береміз да, артынан құйрық бауырып, жаңағы қойдың ақшасын шығарып алатын жеріміз бар. Оның бәрі салттасыр енді артық қайтеміз. Сондықтан да, құйрық бауырға сатайық, екі қой сойды деп айтып жатыр. Қайтеміз, қайтеміз. Aman kudan bas Ağzında aç Kuda degizgen Kuyruk bağır degizgen Aynan kudalar Kodası var degizgen Kuda degizgen Көзімнің өлдірін айды Барадылым көшіп қызыл жарға
болсын, не болсын, кішкене бүйтіп. Ана кісімен ана кісіге айналмайды, осындай кезде көрсетпеймін махаббаттарымды. Сыңды махаббат айтады. Қызық қылай қалмайшы. Қызық есте қалып. Bölüm kılay. Gözümün güllerine Şimdi top karagay Vediliskin Gözümün güllerine Ne kaldı karayganday Kamız kalday Ağılı kalkadaydın Ağız kalday Gözümün güllerine Senge orlanıp sana verem Gönlüm seni oylap Qanday jirip mayda жалай Бар мекен біздей ынтызардай Ішінде топ қарағай Уәделескен Көзіңнің мөлдірін ай Ішінде топ қарағай Уәделескен Көзіңнің мөлдірін ай Аға сіздердің үйленіп ота құрғандарыңызға қанша жыл болды? Пәленбай жыл болды ғой, мен 25. 16 қатын бар адам жетісіп өтеді. 25 жыл. Олай сұрақ қояды. Ағалар, одан ары қарай кім бар ағалар? Үйленгендеріңізге қанша жыл болды? Менің айтпай қойшы, енді бастайды деп жүрсем де қайдағы сұрағанда. Жаңадан бастайды жүрсің. Сөйтіп, не трогай десең? Той, қуаныш, күйеу балалы болып жатсыз. Мен де бір сіздің алдыңызда жүрген ініңізбін ғой, балаңызбен де жақсы шығармын. Мынау үйлену оңай, үй болу қиын деген сөздер айтып жатады. Семья болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сөздер айтып жатады. Сосын осы ағалардан көп естиміз, үйленгеннен кейін жүре-жүре әйелің мамаң сияқты болып кетеді деп айтады. Ол рас па? Жексен сұрақ айтады. Алай келсін қалды. Мамаңнан да жақын көрді. Оған жалтақтаумен өтесің ғой. Ол күлмеғын онда бәрі. Жақсы. Егем жоқ болған деп айтын, емізі көрерміз. Жақсы, енді бір әзіл болсын, бір отырыстағы қатын ғой енді. Бұл жай ғана бір әзіл Табадан жасасы бар ғой. Білмеймін ғой мен еді. Ой, әйеліміз өзіміз келіп-жегемізде бір күн болмай қалса ше, қашан келеді келді көшеге қайда-қайда шығып тұрады. Ой, әйелдің жолын бөлек қой. мамаңыздай болып Ол дұрыс айтады. Еші, сосын тағы да бір әзіл ғой енді, бір одан кейін. Дәурен аға қалай ойлайсыз, бұл өмірде әйелді жеңуге бола ма, болмай ма? Ол жеңемді жүргенде ше, оны аяқ кетіп қалады. Жоқ, болмайды. Болмайды. Әйелді жеңуге болмайды. Жеңе алмайсың. Дұрыс. Дұрыс, әйелді... Тамада жолдас, ешқандай айтпашы. Жеңем деген адам Жылап жіберемін. еш жерде жоқ қой. Шет жүрсем тағыдан мен саған табан деп алдау керек оны. Әйелді бар ғой. Bir жағында саған жетін мына бетіне берем деп қойды сөйтіп алдамасам. Тамадан жоқтас. Ең вариант Жеңем дегенің мезгілсіз өлем дегенің мақалдары бар. Оған дұрыс айтады. Әйеліңнен асам дегенің авторитетін шашам дегендерді мақалдары сотты сияқты ақша салмасаң сөйлемейді деп жатыр. Жалпы әйел деген өз банктен алған кредит сияқты алғанша асынасын алған құтыла алмай жүреді. Оның бәрі әзіл шығар. Әйел дегеніміздің анамыз, әйел дегеніміздің әпкеміз, қарындас қыздарымыз. Бірақ семья болғаннан кейін бәрі болды деп ол. Бәрі тамада жоқтаса ең бұл бар ғой ең чемоданның әдеміз ғой. Бүйтіп қалсаң бір кеттің ол байып кеттің. Бұлай болса тынды касаққа кеттің. Бір күні бір чемодан. Әдем чемодан да бірақ. 80 жасқа толы мерейтойын өткізіп отырмыз. Сол кезде атам шығып бақыттылығын айтып, балаларымыз, апаң екеуміз үйленгенімізге 60 жыл болды. Әлі бір ұрысқан жоқпыз деп әңгімесінен бастады атамыз. Мен де жүгіріп барып сой кеттім. Ата бұныңыз қалай 60 жылда бір ұрыспау деген болмай ма десем, ай бала сен не білесің, біз апаң екеуміз үйленгенде келіскенбіз.
Сен ұшқан кезде мен далаға шығып кетемін, мен ұшқан кезде сен далаға шығып кетесің. Молодец адам. Содан бері 60 жыл болды ғой далада жүрмін. Сол сияқты далаға семья болғаннан бәрі болады ғой, шын ғой. Осындай тойда бір ағамыз 100 грамм ішіп, бірақ құрғыр бір түннің бір уақытында су іше көреді ғой, шөл дейсің. Соны бір ағамыз түнде шөлдеп, әйелден су сұрап отыр дейді, жаным су әкеліп берші деп. Сөйтсе әйел айтты, өз араңды өзің ішінде, керек болса суыңды да барып өзің ішінде. Соны ағамыз үндемей жатты, жаным су әкеліп берші десе, жеңгеміз айтты, ең су сұрайтын болсаң, оқтау әкеліп басың жарым деп айтады дейді. Соны ағамыз үндемей жатты, жаным оқтауға барып жатсаң қайтардың да сола кешті. Алланың өмірі жақсылық болсын, қуанышлы болсын. Бірақ мынау сөздің шынына келетін болсақ, Мәшһүр Көпейұлы Абай Құнанбаевтың үйіне келген кезде сұрақ қойған екен. Құдай қайда, тозақ қайда, жұмақ қайда деп. Сол кезде Мәшһүр Көпейұлы оң қолын жүрегіне қойып тұрып, Құдай жүрегімде, тозақ кімнің әйелі жаман, соның үйінде, жұмақ кімнің әйелі жақсы, соның төрінде деген екен. Осы бақыт пен меруеттің шаңырағы мәңгі жұмақ болып екеуі бақытты болсын.